Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Қуанышты жаңалық. Бәйгені біз ешкімге бермедік. Бәйгені дәл осы жерде біз өзіміз жеңіп алдық, және де өзімізде қалдырдық, я. Бірінші болып қазақтың екі аты келді, үшінші болып қырғыз халқының аты келді. Енді құрметті қазақ елі, кешегі жағдайға оралатын болсақ, кеше көкпардан кейін қырғыз халқы кәдімгідей бізге наразылығын айтты, әділ болмады, қазақтар өздеріне алды, төрешіні сатып алды деген сынды неше түрлі пікірлер жазған болатын. Енді құрметті қырғыз халқы, сіздерге сұрақ. Мықты екенсіздер. Неге Турцияда бізді жеңбедіңіздер көкпардан? Мықты екенсіздер. Неге Экспода жеңбедіңіздер? Бүгін міне біздің екі атымыз бірінші келді, үшінші сіздердің атыңыз келді. Мен бұл жерде ойлап тұрмын. Негізі бұл жаққа Талхи сынды біздің менмен деген тұлпарлар және Мейіржан сынды шабандоздарымыз қатысу керек еді. Бірақ олар қатыспай қалды. Қазақтың менмен деген екі аты қатыспай қалды. Егер олар болғанда, біз бірінші және екінші, үшінші орындарды қазақтар өз арасына сар едік. Сіздердің аттарыңыз артта қалар еді. Ол ақиқат. Ал енді не деп жылайсыздар? Айтыңыздар, енді не сылтау табасыздар? Одан қалса, құрметті қырғыз ағайындар, бауыр демей ақ қояйын, себебі түпкі тамырымыз біздің бауырлыққа алып бармайды. Оны білеміз сіздер, енесейденсіздер. Біз осы жердің тұрғылықты халқымыз, я, ол ақиқат барлығымызға, я. Енді не болды? Екі ат бір-бірімен келісіп алды ма? Әлде сіздердің атқа ақша берді ма біздің аттар? Артта қалып қоя сал, керек емес, біз жеңе салайық, өзіміздің жерімізде өтіп жатыр ғой деп. Сондай әңгіме болды ма? Құрметті қырғыз халқы, кешеден бері неше түрлі комментарий жазып жатсыздар қазақтарға қарсы. Қойыңдар, ағайындар, керек емес. Біз туыс болмасақ та көрші халықпыз, отношениемізді құртпай қояйық. Жарай ма? Бір сөзді естеріңізде сақтап алыңыздар. Біз қазақ балық аулаудан сіздерге жете алмаймыз. Себебі сіздердің түпкі тамырларыңыз енесейден, енесей бойында сіздер балық аулап өскен халықсыздар. Ал біз қазақ жылқы, текті жылқы малын өзіміздің қолымызда үйреткен халықпыз. Және жылқы малына айтылған әңгімеде, жылқы малына байланысты жағдайда қазаққа бұл әлемде теңгелер ешкім жоқ. Алға Қазақстан, алтын құтты болсын, бәйге де көкпар да біздікі. Шап қазақ!